қатысушылар, көңіл күйлеріңіз орнында ма? Бексұлтан, оралыпсың студиямызға, денсаулығың қалай? Бірер күн болмадың эфирде. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Денсаулық жағы кішкене сол сыр беріп жүр негізі. Алдағы уақытта емделетін боламыз, өзі белгіленген бір дата қойылды. Соған байланысты, бірақ Аллаға шүкір. Енді денсаулығың проблемаларың бар екенін біліп жүрміз, онсыз да анау жүйке жүйесі де сыр беріп жүрген сияқты ма? Жаңа енді естіп қалдым, сыртта бір адамдармен сөзге келіп қалып жатсың. Ондай болады, өйткені кішкене уайым деген дүние бар. Өзім қатты уайымшыл адаммын, өзім отбасыма, жақындарыма деген сияқты. Сол нәрсенің бәрі жиналады да іште. Уайымдайсың, ертең не болады екен, мына ситуацияда қандай болып қалады екен деген сияқты. И соның бәрі уайымдап келіп, шықпағаннан кейін сондай біреу былай сөйлесе, басқалай болып қалады да, сондықтан кешірім сұраймын. Жалпы біреуде бір ренжітіп алған жағдайлар болып жатса деп жатқаным. Галина ренжіп отқан сияқты. Қайырлы күн, Камилахан. Қалай? Жақсы, барлығы. Ренжіп отырған жоқпын, барлығы күшті. Галинаның түрі басқа дүниені айтып отыр, Галина түріңе шығып тұрған ошы ішіндегі ренжіштерің. Айтасыз бәрін бұлш етіп қасына отыр ғой. Бірдеңе бар ал. Бір үлкен дүниелер бар сияқты. Бұндай түрлерді мен жақсы білем ғой. Негізі астарында өте жаман. Сазарып отыр ғой, кәдімгідей барлығы бетіне шығып жүргенде. Бір нәрсеге көңіл толмай жүрген сияқты негізі Галинаның. Көгеріп сазарудың ұрысқан кезде ол басқа зат. Негізі келеді, бір сипаттама келіп тұрған сияқты, бірақ оның себебі неде? Бексұлтанмен қатысты ма жалпы? Екеуі бір-біріне ренжіп отқан сияқты ма? Сәлден кейін сұраймыз. Ортаға шығатын болады Бексұлтан мен Галина, сол кезде білеміз. Қалғандарыңыздың жағдайларыңыз, көңіл күйлеріңіз бәрі жақсы ма? Әсел, қандай әдемі болып отырсың басыңда ғана? Қалпағың қандай әдемі? Теңізші қыздар сияқты. Иә. Ты морячка, я моряк. Сонда болып отырмын. Мен суббота күні болған жоқпын. Кездесу күшті өтті. Кәдімгідей дайындалып мобилографтарын. Прям күшті ұйымдастырыпты. Күшті көңіл күйім көтерілді. Және күшті уақыт өткіздік. Прям мен Алматыда тау бар екенін ұмытып кеткен ғой. Андай настолько жұмысқа кіріп кеткен ғой. Басымен мен көрген кезде анау нені вау деп андай, мен эмоциям капец беріледі ғой, андай деп кәдімгідей сондай күшті свидание болды. Сана маз болып отырмын. Шүкір жұма күні Әселді сұрап алып кеткен болатын. Сен бүгін алып кетсем бол, ама менің тосын сыйым бар деп, ол тосын сый ұнаған сияқты. Бұл кісілерде ортаға шыққан кезде анықтап сұрап алатын боламыз. Камила ханым, мына жерде тағы бір адам өте өзгеріп, ерекше болып келіпті. Мына жерде қыздар көздерін жауып жатыр да. Айдосты айтқым келеді, қарасаңыздар. Сақалдарын алып, жігіт красавчик болып кепті ғой. Айдос расымен де осылай жақсырақ екен сізге. Саламатсыз ба, Камила ханым, қалайсыздар? Кішкене өзгерейік деп, үлкен әйелдер емес, жас қыздар келсін деген ниетте ғой. Жасарып қалыпсыз, расымен. Рахмет. Камила ханым. Әңгімесі үміткеріне тиіп кеткен жоқ па? Үлкен әйелдер емес, жас қыздар келсе ғой деген. Айдос, сіздің үміткеріңіз бар ғой, айтпақшы, мен ұмытып кетіппін мысалға. Үміткерім бар. Бір рет кездесу болды ғой. Ортаға шыққан кезде айтатын боламыз. Біраз мәселелер бар енді. Кейін келмей қалса қайтеміз енді? Ренжіп. Ақмаралдан ұят болатын болды, Камила ханым, әзіл деп айта сал енді, ақталып кетсей тез-тез. Әзіл. Таяқ жейсің ата. Камила ханым негізі демалыс күшті өтті. Енді ешкім сөйлемейді екен, мен өз демалысымды айтайын. Жігіттер болып атқа барып келдік. Асау аттардың үстіне отырып шауып, таза қазақтың рухын сезіп келдік негізі. Негізі демалыс уақыттары атқа барып шауып тұру керек екен. Өзім Камила ханым Инстаграм парақшамда көрініп тұр, андай тастар бар жерде шаптықты, кішкентай емес дәуде, өзім құлап кете жаздым водопадқа. Ағып атқан. Сол жерде енді ертоқымды енді сын қонды, жалпы көрермендер сын қалғанын жақсы көреді ғой. Енді бір-екі шапқан кезде ертоқым ұстама деп айтқан ғой маған. Жетім ертоқым ұстамай шаппайын ба? Ана ат асаусыз ешкім. Ертоқым ұстаппай шапқан кезде құлап кете жаздым. Сол себепті сөйтіп құлап, ойлаңызшы Камила ханым, құлап бара жатқан кезде бүйтіп ойлаймын ғой, ё-ма, ертең мен сезім бағында отыра алмай қаламын ғой деп. Сондай затты ойлап жатырмын ғой, ё-ма, до того маған
сезім бағы қымбат та. Соны айтқым келеді. Ой, жарайсың, Нұрсұлтан, бір шапалақтап қошеметтеп қойыңыздаршы мынандай сөздерге, иә. Негізі Нұрсұлтан Қалаулым жобасының бірден бір фанатысың ғой сен, иә? Яғни Иә, мектеп Камила. кезінде Иә, көретінбіз сіздерді дейді бізге. Сол кезде армандайтынмын дейді. Сол қатарда мен де отырсам ғой, 20 миллион халықтың алдында өзімнің ой пікірімді білдірсем ғой деп. Әрине. Міне, орындалмайтын дүние жоқ екен, иә? Қазір Арманда. Нұрсұлтан 4 сағат бойы ешкімге микрофонды бермеуге тырысып осы жерде пікірін айтып отыр. Иә, мақсат қою деген міне осындай болу керек. Я ештеңеге қарамай мақсатыңа жету деген міне осы. сол Ал, Нұрсұлтанға айтамын да, енді сен кеше жақсы демалып келіпсің ғой енді. Адамдар да болды бір жерге бүйтіп құлап қалайын деген кезде өмір баяны көз алдына өтеді да. Мен болып бүгіннен бастап адамға тиіспеймін, адам көңіліне қарап сөйлеймін деген сияқты болмайлы. Одан сайын ба мен құламай қалдым, значит бұл это судьба, келемін де одан сайын сөйлеймін деген сияқты. Екісі болып тұр сезім бағында отырып осындай пікірлерімді айтуға деп ойладым бір жағынан. Бір жағынан Камила ханым андай екен мен өзімнің жанымды қатты ойламайды екенмін қиын ситуацияда. Мен аттың жанын ойлап жатырмын ғой. Ат ана дәу тасқа сүрін қалмасын деп алдыға еңкейіп бүйтіп қарап жатырмын ғой. Сөйтсем ананың үстіне секіріп қарап жұлқиды ғой. Сондай, короче. Байқаңыздар, иә, абайлап жүріңіздер қайда барсаңыздар да. Ал біз бастайық бісміллә деп эфирімізді. Алғашқы болып Нұрлан ортаға шығады, келе ғой. Баяғы сол Нұрланның биі. Осы Фирмен. маусымда алғашқы рет билеп тұрсың, иә? Алғашқы рет билеп тұрмын, фирменный биім сағынып қалыппын. Көп болды билемеген. Ән бірақ сәл сәйкес келмей қалды ма? Иә, сол асықпай істеу керек бүйтіп. Сәл болмай қалды. Қымызды ішіп шығуың керек еді. Қалайсыңдар? Қымызды ішіп шығуың керек еді. Ау, кім сөйлеп Қымызды ішіп шығуың керек екен да Нұрланға ше. Кішкене айғыр болатын. Ол кезде ана жерде брейкданс болып кетеді ғой. Айналып. Келесі жолы қымызыңды ішіп шық та, содан кейін брейкданс көрсет онда бізге. иә? Менікі сияқты ғой, Менің микрофоным кетті ау деймін, иә? Бере тұрыңыздаршы маған микрофон. Иә, тікелей эфир болғаннан кейін түрлі техникалық ақаулықтар болып қалуы әбден мүмкін. Жалғастырайық. Қалайсыңдар? Қалдарың қалай, Шұғыла қалай? Чүкір. Мгм. Ептеп, естіп, жолдың шетімен сызықтың бойымен жүріп жатқан жайымыз бар. Дұрыс. Нұрлан, не болды? Неге артқа қайттың қайттан? Яғни, осыған дейінгі 6-шы маусым бе еді сенікі? 6-шы ма? 5-ші? 5-ші маусымдағы Нұрланға қайтып келу себебің не болды? Кішкене андай соңғы кездері өзімде айтып жүрмін, мазам болмай, өзімді алдап кішкене билеп көңілімді өз көңілімді өзім көтермесем, кім көтереді менің көңілімді? Шұғыла ше. Қатысушылардың бәрі келеді да қас, тапит етіп. Жоқ, Камила ханым, ол андай сияқты мына момент расставания бар ғой, адам екі жаққа кетеді ғой, сол кезде жалпы екеуі де бір андай депрессияға түсіп, бір жалғыздықты жақсы көретін. Жалғыздыққа түсіп, сабырлы болайын, енді өмір деген осындай екен ғой, өмір деген сатқындардан тұрады, жақсылардан тұрады деп өзі жалпы Нұрланға қатысты емес ол. Жалпы адам сөйтіп ойлайтын сияқты негізі екі жаққа кеткен кезде. Бәлкім. Шұғыла ше? Шұғыла көңіл күйіңді көтеріп жүрген жоқ па? Көңіл күйдің себепкері болып жүрген жоқ па? Шұғыламен бәрі жақсы, ол сырт жақта көңіл күйіміз жақсы, бір ортаға шыққан кезде бәрі андай кішкене қорғаныш іздеп тұрасың, Бекіш досым, если что, сделаешь деп. Бекіш бүгін шамасы келмейді ау сені қорғауға, иә? Өзінің проблемалары, денсаулық мәселесі, қарым-қатынас мәселесі басынан асып тасып жатыр, сондықтан сен өз-өзіңді қорға. Шұғыланы шақырайық? Келе ғой. Қош келдіңіз, Шұғыла. Қалыңыз қалай? Қайырлы күн, қош көрдік. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Барлығы шүкір жақсы. Нұрлан айтады, соңғы кездері көңіл күйімді ешкім көтеріп жүрген жоқ дейді. Өз-өзімнің көңіл күйімді көтермесем, маған кім назар аударады деп айтып қалды енді сіз шықпай тұрып. Неге өйтті екен? Қымыз жетпей жүр ма? Білмедім, ол жағын барлығы жақсы сияқты. Кездесулер қалай өтіп жатыр? Жақсы шүкір, керемет. Айтып берсеңіздер енді бізге. Айтып берші. Неше рет кездестіңіздер? Қайда Соңғы бардыңыздар? эфирден кейін біз бір рет кездестік, иә? Бір рет кездестік, кеше кездестік. Мгм. Неге бардық? Рыбалкаға бардық. О, ерекше. Бәрін өте күшті ұйымдастырған, барлығы жақсы. Мгм. Жеке кездестіңіздер ме? Достарыңыз болды ма қастарыңызда? Балыққа екеуміз ана барған сайланғайсы болады шығар деп. Жоқ, бұл жерде бір ешқандай айып жоқ, жалпы сұрап жатқаным бар, ғой. қасымда дос балаларым бар, өз Аха.
жұптармен шықтық та сол жақта барып Кім кім? қатысы жоқ. Қатысушылар емес. Жоқ, жоқ, Аха, қатысушылар емес. қызық. Яғни достарымен таныстырып жатыр сізді, иә? Иә. Қалай екен? Достарының арасында өзін қалай ұстайды екен? Достарының арасында кәдімгідей дәл қазір қалай өзін ұстап отыр, дәл солай ешқандай не жоқ, разница жоқ негізінде. Енді жалпы атмосфера ыңғайлы болды ма сізге? Өте атмосферно болды, маған комфортно болды. Жұп-жұбымен деген кезде достарыңның, яғни жүріп жүрген қыздары немесе әйелдері Иә, болған иә. шығар, иә? Олармен тіл табыса кеттіңіз бе? Иә, тіл табыстық. Сәл ұйқысы келіп отқан сияқты ма, иә? Мен ауырып отырмын. Бәсе, кішкене. Бәсе, Иә. бәсе. Бізде негізі кездесу жақсы болды. Жаңағы эфирден шыққаннан кейін біз қайқа барып едік. Ұмытып қалдың ба? Не болды маған? Короче, мен не ғой? Қазір жинақталып алайын. Негізі бір 2 күн кездесе алмадық, дұрыс сөйлесе алмадық. Негізі сол жұмыстармен ары бері жүріп қалдым. Сонымен андай кішкене ренжісін білдірді. Маған көңіл бөлмейсің деген сияқты. Сосын айтты, негізі сенбі күні біз кездесуіміз керек болды. Сонымен мен жұмыстармен кішкене босамадым да. Жексенбі күнге бір сюрприз дайындап қойдым. Дайындалып, ешқандай жоспар құрмай деп, сонымен жексенбі күні андай көкке апардым. Не болды? Пикникқа, иә. Пикник, су, тау көрініп тұрады, әдемі андай жайлау сияқты. Апам шай ішіп жататын жер бар ғой? Иә. Сол сияқты жерге апарып, кәдімгідей шашлик істеп, дастархан жасап, өзіміз балық ұстап, күшті андай. Иә. Бәрібір табиғатта отырып сөйлескен бөлек екен, андай кәдімгі тынығып қаласың, кәдімгі ашық, жарқын, андай қарапайым күшті қыз екен, андай. Сөйлескенге де жеңіл да. Әзіл түсіне біледі, өзі де кішкене әзілдеп қояды арасында. Деп қоясың ғой. Сосын? Видео бар, негізінде. Видео бар, оны сәлден кейін көрсететін боламыз. Әуелі сол сіздердің әсерлеріңізді біліп алайық. Кездесудің басы кішкене ұрыспен басталды. Айтпайын деп едім, жарайды. Айтшы, бәрін. Мен айтайын, жарайды. Маған таңертеңгісін звондап тұр, өзің келе бересің ау деген сияқты. Мен ойлағам ғой, мені алып кетеді деп. Жоқ, негізі өзінің жұмыстарымен болды. Қол тимеді. Сол себепті түсіндірді, бірақ мен уже кішкене қырсық қалдым, шынымды айтайын. Одан кейін маған айтады, мен қазір осындай заттар алам, тамақ жасайсың ба дейді. Мен қырсығып тұрмын, конечно, өзің жасап ал дедім. Болды, одан кейін Нұрлан әжірін табыңдар ғой. Короче, андай ғой енді, алдын ала негізі жоспар бойынша біз алып кету керек болғанбыз шұғыланы үйінен ше. Сонымен сәл-пәл қармақтың заттары бар, сол үлгермей қалдық та, сонымен соларды алып жүріп, продукты анау-мынау. Сонымен біз сағат 1-ге, 12-ге мобилар жалдап қоямыз ғой, үлгеру керек болды да, сонымен шұғыла біз үлгермейміз, сен өзің келе бер дедім да, сонымен ұйықтап қойып қайттан. Сосын қайттан звондап түсіндірдім, негізі осы жерге саяхат жаққа кел дегем ғой. Сөйтіп сәлден кейін жазып тұр, сайран бет, қай жер еді деп ше. Бір жынданып алдым, сосын жарайды деп саяхат жаққа келаттық та, звондап жаңа айтқам ғой. Короче, енді құр шашлыкпен андай ішетін жейтін заттар жей беретін болсаң, қарны ашады бәрібір. Картошкамен тауық алам, тамақ істей аласың ба дегем ғой. Өзің істе деген сияқты болды. Бәтті ған жерден телефонды өшірдім да, қасыма дос балаға төбелескім келіп тұр ғой. Жынданып тұрдым да, сосын жарайды деп кішкене уақыт өтеді, сонымен келатты жолда. Сөйтіп жынданып отқам негізінде, сосын яқтан келатыр екен, әппақ болып қарап қалдым, ашуым бәрін ұмытып кетті. Сосын қарсы алып, машинаға отырып, сонымен кеттік. Жақсы демалыс болды. Жақсы демалыс болды, және видеосын көре аламыз, иә? Сырт жақтан біз де бір куәгер болайық. Қалай өтті екен көрейік. Сүйіктім де, қылықтым де, жалғызым де, жаным көріктім де, қымбаттым де, ұнаттым де, жылы сөздеріңмен жылыт күнде, арыстаным, данышпаным, батылым, батырым, ақыным де. Қысқа болып қалыпты ғой. Ұзақ көрем бе деп едім. Негізі ұзақ болу керек, иә? Мобилограф видео жібермеген болатын. Бізде, мобилограф, короче, телефонға түскен видеоларды шұғылаға, дронмен түскен видео маған жіберген ғой, сонымен таңертең үлгермей алдық жасап, соны осылай қысқа болып қалды. Ой, дронмен түсірілгені бар ма еді? Негізі күшті болған былай.
қап көріп андай бара ше алмаймын. көл жүрек сияқты көл ғой былайша. Шынымен ба? Иә. Әдемі. Әдемі ұйымдастырыпты негізі, иә? Иә, өте жақсы. Қысқа болса да өте әдемі болғаны Иә, көрініп тұр. Нұрлан бағана айттыңдар ғой ұрысып қалдық деп ше сол кезде. Жалпы сіз бүкіл танысқан жігіттеріңізді үйіңізден алып кетуді талап етесіз ба? Бүкіл танысып жатқан жігіттеріңізбен? Неге ол алып сіз үшін ол кетпеске? андай? Неге алып кету керек сізді жігіт просто танысу уақытында? Просто неге деген сұрақ қоя аласыз ба өзіңізге? Бұл просто знак внимания ғой. Знак внимания. Иә. Сол үшін сіздер ұрысып қалдыңыздар ма негізі? Ұрысып қалғанда енді айтылған сөз атылған оқ. Кеше Өте. маған айтқан болатын, алып кетемін деп, Иә. значит ол алып кету керек Иә. еді. Не Иә. болмаса ескерту керек еді. Енді қараңыз, сіз енді психологсыз ғой негізі келгенде, психологпын деп айттыңыз. Иә. Жалпы Нұрланның көңіл күйі не үшін жоқ екенін білесіз ба негізі? Жалпы осы бойынша кеше сөйлескен болатынбыз. Мен өз наразылығымды білдірген болатынмын жалпы не болып жатқанына. Енді бұл жерде айтсам болады ма болмайды ма білмеймін. Бірақ Нұрланмен отырған кезде әрқашан анонимный звоноктар көп келеді. Күнделікті. Иә, мен оны ашығын сұрадым. Шыныңды айтшы, кім бұл? Не болып жатыр? Мүмкін білмеймін, бір мәселелері бар шығар. Сол кезде айтты, білмеймін кім екенін, жұмыстармен де соғады деп, және алдыңғы жолға аталған ат әлі өмірінен кетпеген сияқты негізі. Яғни бұл кісінің мүмкін көңілі бар ма, жоқ па білмедім. Бірақ бір жыл жүрген адамның мүмкін жүрегінде бір нәрсе қалуы да мүмкін. Бірақ өзі кеше айтуы бойынша мен ол кісіні жұмыс бабымен ғана іздеймін, өзін іздемеймін, бірақ маған осылай звондайды деген сөздер болды. Назгүл туралы әңгіме болып жатыр. Неге анонимный абонент болып хабарласады? Яғни сен бұғаттап тастағансың ба? Жалпы Бұғаттаулы емес шығар, е? маған негізінде көп адам сондай дейді. Мен енді Таразда магазин бар деген сияқты. Сол жақта да номер тұр ғой. Енді көреді, звондайтындар бар. Басқа да андай сәл нелер бар. Жалпы бұл жаққа да өміріме де қатысы жоқ, бірақ басқа адамдар да звондайды ғой. Жұмыстар бойынша бір кішігірім бітпей қалған мәселелер бойынша. Маған да жұмыс бойынша көп адам хабарласады, бірақ жаңағы скрытый номермен емес. Неге олай болып жатыр? Неге Назгүлдің тақырыбы қайта-қайта ашылып жатыр? Нұрлан, жалпы сенің сезімің әлі де бар ма Назгүлге? Егер бар болса, меніңше оны ашығынан айтқан жөн сияқты. Я шұғыла үшінде бұл пайдалы болады. Шындығын тыңдайық жарнамадан кейін. Нұрлан мен Шұғыла студия ортасында Назгүл әңгімесі көтеріліп жатыр. Яғни Нұрланның телефонына скрытый абоненттен біраз жаңағы хабарламалар келіп жатады, хабарласып жатады. Нұрлан кім екенін нақты айтпайды, жұмыспен деп қана айтады, бірақ Шұғыла соны іштей Назгүлме деп сезіп жатқан сияқтысыз, Иә, солай сияқты. Нұрлан, расымен де жұмыстан басқа бір әңгімелер араларыңда көтеріліп жүрме? Меніңше шыныңды айтқан дұрыс сияқты. Көтеріліп жүрме болған кезде енді өзінде айтмам, одан бөлек маған деген, маманың өзі маған кейде скрытыймен звондайды. Не үшін? Білмеймін, гудок бармай қала ма маған кейде. Сол кезде скрытыймен звондайды кейде, арасында болады. Қалай сонда? Қалай екен? Сұрап көру керек мамадан. Егер адамды бұғаттап тастамасаң, міндетті түрде сен в зоне болып тұрсаң, ол саған звонок жетеді ғой бәрібір. Маманы бұғаттамаймын ғой енді. Иә, ол түсінікті ғой енді. Білмеймін енді, не үшін арасында мама да звондап қояды скрытыймен. Ондайлар басқа. Негізі деймін да енді осы жерде екеуі басына танысты ғой, сол кезде жалпы сіз өзіңіз жалпы ара қатынасса доверие болу керек деп айттыңыз ғой, Енді мысалы сізге Нұрланнан сұрадыңыз, скрытый номер кім деді, ол сізге айтты. Арасында Назгүл звондайды, мүмкін де звондамайды. Кейбір басқа жұмыстармен деп айтты сізге, бір рет. Сізді ішіңізде бір күдік болды, ол күдікті алуға тырысты, айтып жатыр, жоқ, Назгүл звондап жоқ деп сізге бір рет. Сіз бірақ оған сенбей жатсыз. Бірақ сіз өзіңіз айтасыз, ара қатынаста доверие керек деп айтасыз. Сіз бірақ қалай өзіңіз сенбейсіз? Сізге айтып тұр ғой, жалпы маған звондамайды деп. Звондамайды деп айтқан жоқ. Вот именно маған звондайды деп айтты. То есть арасында бар. Иә?
Ол маған ұнамайды. Былай ғой, енді жарайды, Е, ұнамай ма жұмыспен сізге? деп айтты да Нұрсұлтан, тұра тұршы. Бірақ Назгүлдің стористарын байқасам, мынандай видеолар салыпты да, типа менің бывший, менің сторисіма лайк басады деген сияқты стористары бар. Одан қалса, жаңағыдай менің оның анасымен араласамын, кездескім келсе кездесемін деген сияқты стористар бар. Сол деймін да. Қалай сонда егер де орталарында сол нүкте қойылып кетсе, неге сондай видеолар салып жүр? Түсінбеймін сонда. жоқ мен лайк Сен ол стористарды көрдің ба? жоқ Назгүлдің мен салған. оны лайк қайтпасам егер оныкі жабық болса мен ешкімге тіркелмеген болсам Негізі көрдің бе Назгүлдің жариялаған стористарын? бір екі рет скриндер келген маған осылай салып жатыр деген ондай қатты аса мән берген жоқпын. А неге? Мән берген жоқсың, өйткені ол жерде нақты Шұғылаға айтылған сөздер бар. Оны көрмеппін оны. Не деп айтқан? Шұғыла? Мен білмеймін ол жағын. Сіз көрмедіңіз бе? Жоқ. Маған ол кісі вообще қызық емес. Оқырмандар жібермей ма сіздерге? Өйткені маған мысалға оқырмандар жіберді және мен сол себепті көрдім. Мен ананы көргенмін бүйтіп бір өлеңнің жолдарын жазған ба соны жіберген маған. Говорящая голова деп айтады ғой, яғни осылай түсірген және ол жерде, мысалға мен анасымен кездесем бе, кездеспеймін бе өзім білем, біз ергіп жүрген жоқпыз, жұмыс бабымен кездесеміз сол кісімен деген сияқты. Сосын Шұғылаға нақты айтқан жаңағы жолдамасы да бар болған негізі. Қазір бірақ есіме түспей тұр нақты не айтқаны. Айтқан етін, менің есімімді атапты, осындай адамдар, айтсандар айта беріңдер, ол адам менің өмірімде болған, бар, және де болады да. Оған сендер ешқалай әсер ете алмайсыңдар деген сияқты контекстпен жазған. Сосын 14-ші Қозы Көрпеш Баян сол күні болды ғой. Сол күні андай ровно год назад деген стористар болады ғой. Соны өзінің сторисіне алып, Нұрлан екеуінің махаббат видеоларында салған стористарын көр қалдым мен. Осындай міне. Сен оларды байқамай көрмей қалуың мүмкін емес қой. Сен Назгүлге тіркелгенсің бе? Мен ешкімге тіркелмегем. Ешкімге тіркелмегенсің. Бірақ енді оқырмандар неужели жіберген жоқсың? Жағы бір өлең жолдарын салған соны жіберген маған. Камила ханым, Ол мен оралам деген сияқты ма бір сөздер болды ішінде. Назгүлдің сол Нұрлан салатқан кішкене видеолары өтірік дұрыс істеп емес отырған қой деймін да, мысалы да, егер екеуінің ортасына нүкте қойылып кетті, неге сол баяғы сол архивтегі видео суреттерін Нұрланмен соларды шығарып салғандар мысалы дұрыс емес қой. Мысалы жігіттің жолын байлап жатыр да, қазір өзінің бір жаңа таныстығына мысалы кері әсерін беріп жатыр осы жерде. Камила ханым, менің ойымша негізі өзі жоқ адамға бүйтіп сөйлеп керек емес. Сол енді Назгүл бар кезде айтатын әңгіме негізі. Заодно Назгүлдің істеген тірліктерін, мне кажется, Нұрлан ешқандай да бір ответственность салмайды, Нұрланнан сұрап керек емес. Біз не үшін оны қозғап отырмыз, Тұрар? Енді ол тақырыптардың барлығын жаба берсек, онда мысалға Нұрлан ешкіммен таныса алмасашы. Мысалға Шұғылада келіп, Шұғыланың ішінде бір батылдық бар, яғни мен оны бұл ортада айта аламын деген айтып отыр. Ал егер айтпаса, үміткерлер бірінің артынан бірі келіп, үндемей кетіп қала берсе, мысалға Нұрлан жақын арада таба ма өзінің жартысын, жоқ па деген әңгіме ғой. Назгүл ғана кінәлі бола беру керек. Барлықтарыңыз Назгүл кінәлап жатсыздар ғой. Енді қызға жігіт бос үміт бермесе, қыз ешқашан ондай стористерді салмайды. Бәлкім Нұрлан үміт беріп жүрген шығар сыртта Назгүлге жазып, хабарласып, қыз үміттенбесе құрдан-құр сторис ешқайсысын бұл салмайды әңгімені ғой. қозғаудың түпкі мақсаты осы. Бәлкім Нұрлан Назгүлге әлі де бір үміттер беріп жүрген шығар. Біз білмейміз ғой. Енді мен Нұрланды бір өтірік айтады деген ойда жоқпын. Нұрлан өзім ойындап жатыр. Біз сөйлесеміз, бізде звоноктар болады. Но только жұмыс байланысты деп жатыр. Камила ханым, одан артық ештеңе жоқ деп ойлаймын. Назгүл бір кішкентай бала емес қой, негізі. Кішкентай қыз да емес қой. Жай үмітке алданып қалатын. Менің ойымша ол қыз жалпы өмір көрген, жалпы аяғын қадам басса да нық басатын қыз деп ойлаймын. Жай Нұрланның бір алдауына, үмітіне сенбейді. Содан кейін Назгүлдің өзі айтып отыр екен ғой, негізі өзім білем салса, салыпты, сағынып жатыр, қайғырып жатыр, сала берсін да, Майра оған сенің не шаруаң бар? Өзі біледі да, мысалы, сізге не үшін триггер ол? Мысалы, бұл қыздың... Сіз бұл сөзіңізбен не айтпақшысыз? Сала Яғни, жаңа берсін. сіз айтқан сөзбен, ол кішкентай қыз емес, өзі не салса да өзі біледі деп, яғни үміттендіріп жүр дегенге точно алып кетіп тұрсыз ба сонда? Жоқ, үміт, жалпы ол жалған әңгімеге, бос үмітке сене бермейтін қыз. Жоқ, сен басқаша айттың. Басқаша айтты. Сенің сөздеріңнің түпкі мағынасы мынау. Нұрлан нақты оған үміт беріп жүр. Әйтпесем, сәл үміт берсе, ол ондай қалданбайды деп жүрсің. Яғни араларында қарым-қатынас бар дегенге келтіріп отырсың тіпті. Ондай емес мүлдем. Менің ойымша мынандай нәрседе қазіргі уақытта андай қыз балалар болады ғой, отношенияда болып план құрып қояды ғой, отбасы боламыз деген сияқты. Қазіргі уақытта Нұрланмен жұмыс бабында да сөйлессе де, мамасының қасынан кетпейді да, үміттеніп жүрген сияқты. Ол қыз Нұрлан оған үміт береді деп ойламам. Өйткені мында мынандай нәрседе қыздардың бастарында определенный план болады. Сол планды әдемі қыз келгенін көреді да, короче, сол планды орындап жатқан сияқты ғой мына жерде. Ол не үшін айтайын ба? Негізі енді Тараздағы магазин маман атында. Мен ген директормын, ол жерде мен доғырда отырмын.
енді аренда төлейтін кезде мамамен жолығады. Мен жолығып бірге төлеуге болады маған да, бірақ лучше мамамен жолығып өздері төлей берсін, мен жолықпай ақ қояйын деген әңгіме ғой енді. Нұрлан, ол дүниелерді былай жасауға болады, яғни ешкімге көрсетпей, ешкімге айтпай, екеуі кездеседі, яғни арендасын төлейді, қол қоятын жерлеріне қояды, бітті, сонымен екі жаққа кетеді. Бірақ бұл әңгіме халыққа шығарылып жатыр, яғни біліп жүріңіздер, мен отбасымен тығыз байланыстамын деген сияқты. Жоқ, енді ол мен салма деп ештеңе айта алмаймын, өз еркі ол. Бізде оған ештеңе айта алмаймыз, бірақ Назгүл оны не үшін жасап жүр? Жоқ, Нұрлан просто жақсарласқан ғой, енді жақсарласқаннан кейін салады жүр. Жоқ, мына жерде енді Нұрлан жұмыс дейді ғой, Нұрланға бір жұмыс сылтау сияқты, керісінше кездескісі келетін сияқты Назгүлмен. Жұмыс деп жатыр ғой енді, әшейін сылтауратып жасау, өйткені бұл жерде бәріміз бір-бірімізге тоқтай тұрсаңызшы енді. Біз ғана емес, мына жерде үміткеріңіздің өзі байқап жатыр ғой, әлі күнге дейін сіз ұмыта алмай Назгүлмен жұмыс деп өтірік соғып жүргеніңізді. Жоқ, бұл жерде мынандай дүние ғой, негізі әңгіменің басы енді екеуінен басталған болатын ғой, осы жобаның басында мен келдім ғой енді. Сол моментте екеуі сыртта сөйлесті, одан кейін келіп нүктесін қойды ғой. Енді былай қарап тұрсаңыздар, мен Назгүлдің отбасын былай сырт жақтан білемін, өйткені біздің нағашыларым ауылдың қызы ғой, өте жақсы отбасыдан. Біріншіден, Назгүл нүктесін қойып тастады, үй отбасысы қойды. Нұрлан қойды, өйткені Нұрланда, мен Нұрланның ғашық бола берген күнін көрген де жоқпын, таныстықта болғанында жалпы осы Назгүл ғана шығар. Енді Нұрлан өзінің нүктесін қойып тұрды бұл жерде. Мен просто ойлап тұрмын, алдында Шұғыла бір кішігірім атын атап түсін түстеп кетті ғой, енді үндеу жасап. Сондықтан ар жақтан да енді Назгүл эфирде болмағаннан кейін, бұл жаққа қатысы жоқ болғаннан кейін, енді мен бармын, уайымдама, что мен араласып жатырмын ата-анасымен деп, ол да бір-біріне сөзбен тиек етіп отыр да бұл жерде. Бірақ былай қарайтын болсам, Нұрлан уже нүктесін қойған. Назгүл де негізі нүктесін қойған, араласамыз ғой, бірақ андай просто мына жерде қайсы біреуін мысалы менде жоқ болсам, менде атым аталып отырса, менде отырып алып сториспен кіріп манипуляция жасап отыра беремін. Қалай ойлайсың, Бексұлтан, Нұрланның Назгүлден кейінгі қарым-қатынастары қаншалықты ұзаққа созыла алады, осындай контекст, обстоятельстваның барлығын елеп ескеретін болсақ? Жоқ, жалпы екі адам ғой бұл жерде бір-біріне сену керек та просто. Бұл екі адам бір-біріне сену керек негізі. Енді мен ойлаймын, нүктесін қойып тастады. Алдында да Назгүлге айтқан болғам, осы уақыттан келді, айтатын нәрсені айтып кет деп ше. Енді ол кезде ата-анам қарсы деді ғой. Болды. Нұрланға да айтқан екен, ата-анасы, что араласпа деген сияқты болды, ол нүктесін қойды. Мен қазір қайта осы жерде қайта қазір әңгімені созған сайын, может быть, жаңағындай Шұғыла мен екеуінің арасына бір түскендей болатын шығармыз. Шұғыла одан сайын қазір күдіктенуі мүмкін, одан кейін тағы сенбейсің ба? Әңгімені біз емес бастап жатқан, Шұғыланың ішіндегі бұл бір уайым, сол себепті бұны ажыратып алу керек. Расымен де араларында не бар екенін. Залқар, сен Назгүлдің доссың ғой енді, қараш Залқар, кезінде Бекзат екеуінің бастарыңа тиді, яғни эфир сыртында не болып жатқанын жасырғаннан ешқандай жақсылық болмайды. Сондықтан шынымен де эфир сыртында не бар, қандай жағдайлар орын алып жатыр, сен көзбен көргеніңді, құлақпен естігеніңді айтқан дұрыс сияқты. Назгүл мен Нұрланның арасында бірдеңе бар ма? Эфир сыртында ештеңе көрмедім. Жаңағы мен Қырғызстанға бара жатқанда ғана бір көрісіп қалған жайымыз бар. Ондан кейін келгеннен кейін мүлдем ештеңе көрмедім. Былай сөйлесіп қалғанын да көрмедім телефондан, кездескенін де көрмедім. Болмаса кіммен, Нұрланмен көп жақын жүреміз ғой. Мына жерде Бекіш айтып отыр да, бір-біріне сенсе болады сондай деп ше. Бұл жерде егерде Бекішмен бір қыз сондай болатын болса, бұл жерде Галинаның ахуалына кім Шұғыла түседі да. Сол жағынан түсінсең дұрыс болар еді. Бекіш, мысалға сен мен бұрынғы қызыңмен сөйлесіп жүрсең, Галина о жерде өзін ыңғайсыз сезінеді. Сол себепті Шұғыланы түсінуге болады да, о жерде. Бірақ о жерде аяқтап болсын сөзі сізге. Бірақ о жерде уже сіз түсінсеңіз болады. Екеуі ешқандай арқатынаса болмай жүр. Өткенде кіммен кездестім ғой, сумка подарить еттім Назгүлге. Сонда Нұрлан қасымда отырды, бірге тамақтанып оттық. Қазір Назгүл келеді досым, бірге отырайық деп айтқам. Нұрлан айтты, мен досым бара берейін деп. Неге бара бересің, отыра берейік, мен бармын ғой, мен үшін келіп жатыр. Тілек бар, Айдос бар, барымыз отыра береміз десем, мен өзім ыңғайсыз сезінемін досым деп өзі кетіп қалған болатын. Соған бұл жерде ешқандай бір сезім несі жоқ, только жұмыс барысында ғана деп түсінсеңіз болады. Егер де бір сезімдері болатын болса, сол жерде қалса болар еді, бізмен бұл кетіп қалды. Бұл ситуацияны айтқаның дұрыс болды. Шұғыла? Камила ханым, егер де жабулы қазан жабулы күйінде қалса, неге менің бұрынғы арақатынастарым қазір ортаға түспейді? Яғни, ол кісілер
яғни менің бұрынғы ара қатынасым жабылды ма? Қазір ешқандай Жоқ, шұғыла, былай еш ғой. жерден ешқандай не болып жатқан жоқ қой. Бұрын қарақатынасың мен сен бірге жұмыс істеп жүрген жоқсың ғой, дұрыс па? Ал бұларда ортақ бизнестер Мен былай бар. айтсам бола ма? Бұрынғы отношениеда бізде де ортақ бизнес болды. Бірақ мен ол адаммен ешқашан көріспес үшін ақша маңызды болатын болса, егер ол адамды шынымен маған кішкене бір қызықтыратын болса, мен айтатын едім. Ортада проект қалсын, көріп тұру үшін мысалға. Мен айттым, проект сенде қала берсін. Бәрі өзіңе тапсырдым, и мен кеттім. Яғни түсініп тұрсыз ба? Бұны салыстырмалы түрде мен түсіне алмай тұрғаным сондықтан. Мен тастап кеттім, ол неге Сіз мұнда қазіргі уақытта айтып жатсыз ғой, иә, мысалы мен бұрынғы жігіттерім дегенде, жігіттердің психологиясы, өзіңіз психологсыз ғой. Жігіттің психологиясы мен әйел адам психологиясы әртүрлі болады. Әйел адам жіберу қиын болады ер адамды. Тем более теледидарда көз алдында жүргеннен кейін қалжыңдары, басқа қыз ұстағаны, любой қызға тиетін нәрсе, білесіз ғой өзіңіз. Қыздар ревнивее идут. Тем более воспоминания, видеоларды қарайды, фан аккаунттар мысалы жібереді. Сол кезде воспоминания бойынша сағынуы мүмкін. Просто қыз баланың психологиясы кішкене сәл андай ауырлақ, чем ер адамның. Поэтому мен айтып отырмын, что қазір просто Нұрлан сен жағынан былай реально болу керек еді. Жауып тастап, конкретно жаңа өмір бастағың келе ма, жаңа отношения бастағың келе ма. Все надо было по разам вот так вот в точку поставить и все. Ты просто сам тоже тянешь, анда-мында тартасың, мында тартасың, сосын күле саласың. В итоге қыз страдает. Жоқ, анда тартасың, мында тартасың болғанда. Ондай дүниелер негізі барлығымызда болады ғой. Барлығымыз мысалы арақатынаста болдық, барлығымыз арақатынасты тоқтаттық, барлығымызда воспоминания олай болады, бірақ оны сторисқа салып, осылай жариялап, тем более новый арақатынасты бастап жатырған кезде ортаға кіріскен, это совсем другое. Ол ішіңде қалсын, окей, бірақ мұнда сендер айтып жатсыңдар ғой, Назгүлдің сторонасынан барлығы біткен деген сияқты. Менімше жоқ. Оны арақатынасты тоқтатқан Назгүл емес, Назгүлдің ата-анасы, ал бұл жерде барлығы біткен, тек қана Нұрлан үшін. Ал қыз қайтадан қазір ортасына кіріп жатқан, тек қана Назгүл. Жабулы қазан, жабулы күйінде қалсын деп жатсыз ғой, Шұғыла. Енді сіздердікі халықтың алдында, эфирдің алдында таныстық болған жоқ қой сіздердің, мысалы да, бұрынғы отношенияларыңыз. Ол сол үшін де ашылмайды да, мысалы. А мына жерде отырғаннан кейін бұл тема қозғалып жатыр, мен ешқандай нем жоқ, мен просто айтып жатқаным, ата-анасы нүктесін қойып тастады, Нұрланға да айтқан, менің қызыма жолама деген сияқты, болды жазба деген. А Нұрланның қазір басы қатып жүргені осы таныстықпен және де өзінің кәсібімен. Болды, басқа ештеңесі жоқ. Просто андай дүние ғой, бір рет атын атап түсін түстеп кеткен екен Назгүл соны қағып алды да, енді сториспен соны жаймен салып отыр. Болды бұл жерде сондай дүние. Қараш, бірақ Нұрлан қазір неге ештеңені білмеген, ештеңені көрмеген адам құсап отыр? Нақты білем, біздің көрермендер жеткізеді. Яғни Нұрланға оның барлығы жеткен, көрген Нұрлан, бірақ қазір жоқ, мен көрген жоқпын, жоқ, мен білмеймін деп отыр. Ол сәтте Нұрланның іс-әрекеті қандай болу керек еді? Яғни бір ыңғайсыз болып жатқан сияқты өшіріп тастай сала аласың ба деген сияқты әңгімелер болды ма орталарыңда? Мен үйтіп жазатын болсам, арада әңгіме өріп кетеді ғой. Үйтіп жазатын болсам, реакция беретін болсам, әңгіме өріп кетеді, арада сөйлесіп кетесің. Ештеңе болмаған сияқты жүре берсең, жақсы. Онда Шұғылаға хабарласасың да, Шұғыла, осындай қазір әңгімелер жүріп жатыр. Былай жасайық, реакция бермей-ақ қояйық біраз уақыт деп айттың ба? Жоқ, мен ол соңғысын көрген жоқ, мен алдындағысын көрдім. Ол кезде Шұғылаға дейін болып еді ол. Одан кейінгілер, маған қазір көрермендер ондай. Жоқ, Шұғыла бар ол кезде, яғни нақты Шұғылаға жауап ретінде қайтарылған. Бір кісілер менің есімімді атап жатыр екен деген сияқты басталған, және оның адресаты нақты Шұғыла. Ол барлығына түсінікті. Енді, жаңа Бекші айтқан сияқты, енді аты аталғаннан кейін естесің, любой адам. Я мен барым осы жердем деген сияқты. Тем более халық алдына таныстық, егер ешкім танбайтын болса, ешкім көрмеген болса, ол қандай зат салып жатыр деп талқыланбайды. Назгүлді ақтап алғыларыңыз келіп жатыр. Иә, Назгүл маған да мысалға бөтен адам емес. Мен өте қатты жақсы көремін ол қызды, сыйлаймын. Бірақ қараңыздар, барды бар деп айту керек. Иә, ол стористегі интонация, яғни менің есімім аталып кетіпті ғой. Енді біз жай жүрген жоқпыз. Біз сол жұмыс барысымен артық ойламаңыздар десе, міне, сіздердің сөздеріңіз орынды болады. Бірақ ол жақта кішкене наезд ноткалары бар. Яғни, мен мұнда бармын, мен бар кезде кешір деген сияқты, иә. Назгүлдің өзі хабарласар мекен студиямызға, меніңше хабарласу керек сияқты, өйткені атың аталып жатыр біріншіден, екіншіден бұл ситуацияның нақты анықтамасын берулеріңіз керек.
туралы студия ортасында сіздердің әңгімелеріңізге қазір қайтадан оралатын боламыз. Бексұлтан мен Галина жарнама кезінде ұрсып жатырсыздар. Шыдай тұрасыздар ма? Ұрыспай әзірге шиеленісіп кетпесін жағдай. Сол чуть-чуть шиеленсейін деп тұр бар ғой. Сол байқап тұрмын. Иә, андай. Мен барынша өзім күлімдеуге тырысып отырмын, бірақ білмеймін, сол бағанадан бері екі жарнама болды, былайынан отырды. Соны решать етейін деп сөйлесейін десем, жаңағындай. Сен керісінше шешуге тырысып жатсың ба? Мен не үшін бағанадан бері күліп отырсың, неге мен настроением таппай отырсың дегендей қылады да. Мен басында келгеннен бастап мен бетімді андай қайтарып жіберді да, келгеннен бастап неғып іздемейсің деп. Мен өзім кешігіп келгенім бар. Аяқта кішкене тұрып қалғаным бар адамдармен. Сосын студияның кіретін уақытта көремін ғой, сол кезде жақындап келіп, енді амандасайын деп, жақсы бір не істейін деп жатқан кезде, сол жерден бастап мен немді қайтарып жіберді, жаңа ниетімді. Сосын тұрдым да, енді ашуланып тұрғанын көрдім да, сөйлемей-ақ қояйын дедім. Сосын мына жердегі қатысушыларға, қалайсыңдар, анау мынау әзілдесіп отырмын енді өзім настроениемді өзім. Жоқ, бір емес, екі емес, үш емес, әлі андай деп не істеп отыр. Соны айтып жатырмын. Не болып қалды? Шешсек, қазір шешейік. Соны осындай болды дейді да. Мен айтып отырмын қазір. Как будто мен бір бөтен адам құсап көріп отырсың дейді да. Қалай бөтен адам көріп? Жоқ, енді Галина ол қатысушы болғаннан кейін пікір айту керек. Оның үстіне студия ортасында жан досы отыр Нұрлан. Иә, сол себепті сөйлеп отырған шығар. Сен айып етпе оған. Ол сөйлейтін кезі қазір. Мысалға ортаға басқа Залқар немесе Тұрар шығып сөйлеп отырса, ол кезде ренжуге болатын еді. Неге менің көңіліме қарамай отырсың деп. Нұрлан отыр студия ортасында. Түсінесің ғой, иә? Оның барлығын түсініп отырмын. Ол пікір айтып отқан, оған дымдеп жатырған жоқпын. Оны өзі қате түсініп отыр. Оған вообще әңгіме етіп отырған жоқпын. Әрқайсымыз осы жерде міндеттіміз, құқығымыз ғой ондай нәрсені пікірімізді бөлісіп айтуға. Просто андай нәрсе болып жатыр да. Таңертең мен келдім, как всегда келген сайын Боташ қалайсың, осылай деп ең бірінші бір-бірімізге амандасамыз да, содан кейін әрқайсымыз ол өзінің шаруасымен, мен өзімнің жұмысыммен эфирге дайындықпен солай кетеміз да. Бүгін олай болған жоқ. Бүгін олай болған жоқ. Мен сол нәрсені күттім. Жарайды, бұл реніштің оның алдында бір дүниелер бар сияқты ғой, иә, бір жерден бастау алып жатыр. Қай жақтан сәлден кейін білетін боламыз. Қазір ортадағы Нұрлан мен Шұғылаға қайта оралайық. Назгүл жарнама кезінде хабарласқан жоқ менің білуімше, иә, хабарласпапты. Назгүл дегенмен көріп отырсаң тікелей эфирді байланысқа шыққаның жөн сияқты. Өйткені түсіндіретін біраз дүниелер бар. Иә, біз түсінеміз Нұрланның анасымен бір сол үйдің келіні болайын деген ниетпен жаңағы кездесіп жүрген жоқсың. Өздеріңнің ортақ бизнестерің бар, бірақ Шұғыла отыр, өзінің уақытын кетіріп, Нұрлан үшін келіп отыр, ұнатып жатқан сияқты. Сәл-сәл кедергі болып жатқан сияқты сол дүниелерді түсіндірейік, иә? Хабарлассаң қуанышты болатын едік. Жалпы Камила ханым, мен айтатын бар. Айта кетсем болады ма? Мен сөйлесем болады ма? Ал Шұғыла? Маған қазір Нұрланның нейтралка ұстап отқаны ұнап отырған жоқ. Ер азамат ретінде вообще жауапкершілік алып отырған жоқ. Айтып тұр да, стрелка маған жер қойды да, екеуің между собой разбирайтесь. Мен мына жерде өзім отырамын деген сияқты отыр да. Мен қазір реклама кезінде күткен болатын, мүмкін маған келетін шығар, сөйлейтін шығар. Может, бір нәрсені түсіндіргісі келетін шығар. Яғни адамға егер без разницы болмаса, кеп түсіндіреді ғой. Значит, ол маған деген ешқандай ой жоқ. Немқұрайлы болып. Немқұрайлы болып тұр, иә. Жоқ, сен ішіңдегі бәрін айтып алсай. Мен былай айтсам болады. Өз аяғыммен келдім ба, мен өз аяғыммен кетем. Мен бұл жерде неуважение. Мен қазір білесіз, не істейтінді осыдан кейін? Ал? Жақсы провокация беріп жатыр да. Провокацияға беріліп жатыр емес, сен провокацияға беріліп жатқан. Былай ғой. Бірақ енді дұрыс нәрсе айтып отыр ғой, мысалға қараш, Шұғыланың көзінше қазір сен бір жабық есік сияқтысың. Оған тоқылдат, не тоқылдатпай, сен бәрібір ашылмайсың. Өйткені ар жағынан Назгүл ұстап тұр есікті, түсінесің бе? Сол себепті Шұғыла, мен не істеп жүрмін мына жерде деген сұрақты өзіне қойып жатқан шығар. Және әрбір адекватты адам ондай сұрақты қояды, Нұрлан. Жоқ, дұрыс қойып жатсың. Менді сен осы әңгімені бастадың. Қатысушылар өз ойын айтты. Қазір сен ішіңдегі толық барлық затты айтып бол. Сосын мен саған жауап беремін. Қазір сен сөйлеші. Айтшы. Ішіңдегін айтшы сен бір. Мен айтып болдым ғой. Мен ойлаймын. Жоқ, бір конкретно бір андай аргументтер болды. Осылай деген сияқты.
Жоқ, Нұрлан, сен хотя бы бір кішкене бір ақталмайсың ба қыздың қасында? Жоқ, Сен андай ғой. ақталуың керек қой, Ол хотя не бы үшін айтпай ақталады, ақ. когда ничего нету между ними? Сөйлесіп жатырсыңдар да, Мен бұл жұмыспен. тақырыпты уже Бірақ ертең уақыт қанша рет айттым ше, уже айта беріп уже бір белгілі сүйекті мүжей берсең сүйегің өзі шайналмайды уже болды, сол сүйек жоқ, сен болып былай қалды уже былай айтуыңа болады ғой, бір белгілі кетіп қалды уақыт уже. болады, белгілі уақыт болады, сол уақытта біз екеуміз екі жаққа кетеміз, жұмысты бөлеміз деген сияқты қылып, біз сондай сөздерің де жоқ қой сенің. Бәрібір отырсың да саған. Қызға да бәрібір келіп отырған саған үміттеніп. Айтып болдыңдар ма, барлықтар сөйлеп болсын деген ғой. Жалпы негізі қолдан келгенше көз жоқтың өзі жоқ деп артынан әңгіме айтудың керек жоқ. Ол өзі ішіндегісін өзіге бос жерге айтсын. Ол өзінікін айтсын. Қазір мен өзімдікін айтамын, міне. Негізі ол былай болған. Негізі ол жұмыс істеп жүрді бір жақсы жерде. Кейін мен бизнес ашамын дедім да, жұмыстан шығарып сол бизнес бірге бастадық, Жақсы келатты. Күндердің бір күнде екеуміз екі жаққа кететін болдық. Мен ол бизнесті өзіме алып алмады болады. Бірақ мен нем жіберген жоқ та, өткен ол мен жұмыстан шығарып алдым. Сол жақтан ол табысын тауып отыр, егер мен оны алып алатын болсам, ол ештеңе салып қалады. Күнін көре алмаймын. Мен сол үшін тастадым да, бизнеспен бірге қалдырып кеттім. Сонда жаққа келдім, өзім таныстықтарымды жалғастырып жатырмын. Енді қазіргі сәтте мен алдын айта кеттім ғой, үй салайын деп жатырмыз. Оған қомақты қаржы керек, кредит алып қойдық. Енді қымыздың әңгімесі бар, қымыздың жұмыстарымен жүремін. Ол жетпейді ол бәрібір. Үй салатын болсаң, ол аз. Сол себепті де айттым. Мен Назгүлмен сөйлесіп, жолығып, қайттан товарды алып бастау керек. Өйткені кредит сен жауап бере алмайсың маған. Мен өзім жауабым керек. Мына қатысушылар көрермендер ешкім жауап бермейді. Ойбай, сен үй салып жатыр екенсің, мә деп. Маған ол қазір қаржылай керек болып тұр. Мен сол жақтан қазір киім, кешектер сатамын, мына қымыздарым бар, соның бәрін ақшасын жинап кредит жабам. Одан болды уже. Сен сол жұмысты міндетсініп неге отырсың онда? Қыз саған лишний болып тұрса, қазіргі уақыт соны түсінбей отырмын. Андай қылып айтып отырсың да, мен жұмысым бар, не до тебя деген сияқты нәрсе. Бүкіл адам басында проблема бар. Просто сен қазір мынаны әкеліп тіре отырсың да, сен өзің бастадың бұл теманы деп бастадың да, енді жұмыс жағынан айтып кеткен. Қазіргі уақытта сене поддержка күтіп отыр, жұмыс жағынан емес. Жоқ, бұл жерде жұмыс туралы сұрайсыңдар да. Жұмыс туралы айтсам, ара қатынас туралы айтасың. Ара қатынас туралы айтсам, жұмыс туралы айтасыңдар. Определитесь бірінші. Жоқ, Аселия, мына жерде кім не до тебя деп тұрған жоқ. Қалай бар, солай айтып жатыр. Не себепті олай болып жатыр, соны түсіндіріп беріп жатыр ғой. Не до тебя деп жатқан жоқ. Просто Нұрланның аузынан мынандай сөз жеткілікті қазіргі уақытта. Арамызда ештеңе жоқ, больше ешқандай повод бермеймін деген сөз керек болып тұр қызға. Болды, жұмыс жағынан ақталу керек жоқ бұған қазіргі уақытта. Назгүлмен не себепті оған бизнесті беріп жібермейді, не себепті өзі алып алмайды, соны түсіндіріп беріп жатыр. Түсінесіңдер ма? Менің ойымша Шұғылаға мынандай жауап керек сияқты. Болды, енді мен Назгүлмен мүлдем араласпаймын, ол қыздың есімі енді аталмайды деген сөз керек па сізге? Бірақ та ондай сөз ол болмайды. Сіз болмайтын қайдан шешесіз? Менің ойымша Нұрлан бір қамалсақ қадалды ма, қадалады сөйді. Принцип ба, сондай принцип. Сіз қараңызшы, Камилаға содан кейін қараңыз. Нұрлан аяқта жасырын түрде айтқан жоқ. Бірінші таныстық кезде, сіз келген кезде айтты, менің аяқта бұрынғы арақатынаста қыз бар деді. Сіз өзіңіз жалпы адамға қиын сенетін болсаңыз, күдік бар жерге вообще кірудің қажеті жоқ. Бірақ бір жақсы сұрақ қойған сияқты, естімей қалдың. Не дедіңіз? Мен айтып жатырмын. Принциптан қарағанда, махаббаттан қарағанда принцип жоғары ма деп сұрап отырмын. Нұрлан үшін иә. Иә. Солай ғой, Нұрлан? Бар ондай. Өйткені маған анамайтын заттар болатын болса, негізі мен бір қадам артқа кетіп қаламын. Назгүлмен қарым-қатынасы да сол себепті тоқтаған, яғни Нұрлан махаббатқа қарағанда принципті жоғарырақ қойды. Солай ғой, Нұрлан? Мен қателесіп тұрған жоқпын ғой. Иә? Негізі ол жерде принципті ұмытып болатын еді, махаббат болып кетуге, бірақ жіберген жоқ бір нәрсе. Іште. Сол себепті осылай екіге кетті. Ал қазір не айтасың? Мен саған ол әңгімені кешеде екеуміз сөйлестік қой. Мен саған сөз түсіндіріп айттым. Не айттым мен сол кезде? Не айттың? Ұмытып қалдың ба? Ұмытып қалдым. Ладно. Вроде нормализация еткен сәт дедім. Қазір айтшы. Қалай айтайын? Мынандайда менше негізі нормально сөйлеп жатамын ғой, өйтші. Сөйлеп жатқан кезде сол әңгімені алып кететін болса, мен дальше жақсы сөйлей беремін. Ал егер жаңағындай мен сөйлеп бастаған кезде бөліп, андай басқа пікір айтатын болса, мен болды, басқаша сөйлеп ота беремін осылай. Иә? Саған. Жоқ, кімге қырсығып отырсың? Бұл жерде арақатынасты біз құрып жатқан жоқпыз, құрып жатқан сенсің ғой. Сендердің арақатынастардың өрбуіне біз барлығымыз атсалысып отырамыз, а сен тұрып барлығымызға өмір қырсығасың да отырасың. Өмір өзіңе керек, Нұрлан, арақатынас өзіңе керек, қасындағы қыз саған керек, бізге емес. Біз демесеңдер ажырасып кетіңдер.
біз демесеңдер айырылысып кеттіңдер, өздерің Жоқ, білесіңдер ол ғой. жерде андай ғой, Қырсығып. Жоқ, просто андай әңгімесі ұнамай қалды да, өз аяғыммен келдім, өз аяғыммен кетем деп мен саған кет деген жоқпын. Бізде де сондай болған. Дұрыс қой. Бізде де сондай ара қатынас сол үшін болған. Мен ешкімді қуған жоқпын, өзі кетті. Ладно, кететін болсаң, мен сені ұстамаймын. Егер де саған ара қатынас маңызды болатын болса, ондай затты айтпау керек. Кетем, тоқтатам, болды, маған керек емес дейтін болса, маған да керек жоқ. Егер ара қатынас шынымен де маңызды болатын болса, лучше бірге соны шешуге тырысу керек. Оны мен сезу керек шығармын. Саған маңызды екенін мүмкін мен сезу керек шығармын. Мен мысалы сезбей отырмын. Айтылған сөз сол болды. Мен сен маңызды болмасаң, вроде алып бармайтын едім кездесулерге. Негізі күшті айтып кетті. Қарашы, мысалға, қыз баласы егер керек екенін сезіп тұра, жігіт ақталып, оның көңілінен шығу жаңағы жолдарын бәрін жасап тұрған кезде мен кетем деп айтса, сенікі дұрыс. Ол айып, яғни қыздікі. Ал қазіргі таңда шұғыл айтады, мен оны сезіп тұрған жоқпын. Мен бұл әңгімені айтқан жоқпын, әлі бастан жоқпын. Ол әңгіменің басында айтып кетті. Жалпы былай ғой енді, қалай айтсам екен түсіндіріп. Мен вроде сенімен жақсы сөйлеп жатырмын. Жақсы танысып қойып жатыр, вроде сен көңіл қалдыратындай бір аса қатты айтатын ештеңе болған жоқ. Дұрыс емес па? Бұл жағынан дұрыс айтып жатсың, иә. Енді осы жақсы затты неге басқа затқа бұрмалап, оны қайттан бүйтіп, бір-бірімізге бүйтіп түріміз бұзып отырмыз. Мен жақсыны жақсы деп айтып отырмын. Егер ұнамаған затты неге шешпеске? Ол қашанға шейін жалғаса береді. Андай ғой, мен өзім үшін жауап беремін. Ол қыз өзі үшін жауап береді. Бірақ просто өз жоқтың көз жоқ деп оның артынан әңгіме айтудың керегі жоқ. Мен ол кісі туралы әңгіме айтып жатырған жоқпын. Мен жалпы айтып Мен қыз ретінде, мен ол кісіні түсінуге тырысып отырмын. Бірақ ешқандай негативный зат айтып жатқан жоқпын. Мүлдем. То, что маған ұнамайды, ішімдегі сезімдерді саған түсіндіріп отырмын. Енді мен айтайын, бұл осы жерде, короче, бұл тақырып жабылған негізінде. Оның бәрін біз шешкенбіз. Маған Бекіштің өзі айта кетті. Оның ата-анасы қарсы болды, менің де ата-анамның жақтан қарсылықтар болды. Сол себепті менің жаңағы принципқа байланысты біздің арамызда кішкене түсініспеушіліктер болды, ол қыздың өзінің таңдауы болды. Мен таңдауын сыйлап, жақсы онда деп мен жібердім, иә? Егер мен ол қызбен қайттан сөйлесетін болсам, сөйлескім келіп, бүйтіп махаббат құрғым келетін болса, мен сені ұстап отпайтын едім бұл жерде. Сен шымылдық жабық тұрған кезде мен айтатын, Камила ханым, ренжімеңіздерші, менің ішімде қайттан бір нәрсе ойым жатқан сияқты. Мен лучше шымылдықты ашпай, сол қызбен танысайын деп айтатын едім. Мен неғып бүйтіп айтпадым? Сенімен танысқым келді. Камила ханым, қарашы енді мысалға ол әңгімелердің барлығын қазір шұғыла естіді, ол қабылдап отыр, қазір ой елегінен өткізіп жатыр. Бірақ мысалға шыққаннан кейін тағы да бір дүниелер жарияланатын болса, қайтадан жабылып қалуы мүмкін. Мысалға бір стористердің бірі былай болған. Сіздердің, яғни сезім бағындағы посттарыңызды репост жасап, көкем, қоя ғой сен айналайын. Ты хочешь или нет, мы по-любому будем общаться, и мы будем работать вместе деп Назгүл солай жариялап қойған мысалға, яғни бұл жазбалардың арасында кез келген сенің өміріңе жаңадан келген адам ойлауы мүмкін. Мен бұл жерде артықпын. Олардың орталарында үлкен дүние бар деп ойлауы мүмкін. Күдік үнемі болады. Және сен айтып жатсың ғой, ол қыз бұл жерде жоқ деп. Назгүлді бұл жерде ешкім жамандап жатқан жоқ. Тек қана міне осындай түсініксіз жазбаларды талқылап жатырмыз. Және бұл мәселені шешетін бірден-бір адам ол сенсің. Камила ханым, мен вариант болғым келмейді. Шынымен де сіз айтқандай. Мен всегда приоритетте болғанмын, және болуға міндеттімін де. Мен олған вариант болып, оның біреудің сезімін біте алмаған сезіміне көмектесу үшін жүрген жоқпын. Бірақ соны енді қараңыз, ол қазір сіздің өзіңіздің ойларыңыз, яғни бәлкім мен нұсқа шығармын, бәлкім олардың орталарында бірдеңе бар шығар деген. Соны Нұрланнан тікесінен сұрау керек, яғни мен приоритетпін ба деген сияқты сұраңызшы. Мен приоритетпін ба? Негізі осыдан бастан керек еді, андай ойлармен емес ше. Енді ештеңкесі жақсы, яғни бастамасы осы деп есептейік. Мен сондайым жаман негізі басындағы мен андай болғым келмейді, мен андай запасный вариант емеспін, жүрек, анау-мынау әңгіме негізі айтпай қоюың керек еді ше. Мен ол затты ойлап жатқан жоқ едім, сен қазір сол затты миға құйдың да қазір. Бітті, мен миымда айналып жатыр бүйтіп сол заттың бәрі. Андай болады ғой, Камила ханым, мысалы, егер отношенияда мысалы Нұрлан кінәлі болып тұр, но он сделал так, чтобы қыз кінәлі болып қалатындай. Күшті манипулятор. Я ужасно манипулятор. Қыз андай жерде өзін кінәлі сезініп, я сенікі дұрыс деп қалды да, на самом деле ренжі қызда ғой. Қараңдаршы. Сендер біліп тұрсыңдар, сендер түсініп тұрсыңдар да бәрібір ештеңе шықпайтын. Назгүлмен. Мен осы жерде тоқтаттым ба?
болды. Оны сендер талқылайтын болсаңдар, талқылап отыра беріңдер. Менде Нұрланға сұрағым бар айтсам бола ма? Нұрлан, сен қазір саған маңызды бизнес па или махаббат па? Қара. Жоқ, сұрағыма жауап берші, просто махаббат алаңында отырсың ғой. Жоқ, мен енді жауап берейін, қара. Маған махаббат әрине маңызды, мен отбасы құрғым келеді. Бірақ деген бар да, енді қомақты суммада кредит алып қойғанда оны кім жауап береді? Айтшы, мен өзім жаппасам. Жаңа Шұғыланың сұрағына сен әдемі қашып кеттің да, сен сол сұрақтан қашқанға қарағанда. Мен приоритетсен бе? Менмін ба деп сұраққа қойды ғой, сен алдында қашып кеттің, ол сұрақты айналдырып қызды кінәлап кеттің да. Сен қазір қызға былай айтып тұрсың ғой, қысқасы, көнсең енді көне ғой деп тұрсың да, көнбесең онда жоңылашы кете бер деп тұрсың. Солай ма? Қара, жаңаған айттым. Мен біреудің махаббатын үйткім келіп тұрмайды деп айтпауым керек еді деп тұрмын. Дұрыс па? Жауап берсе сұрағына. Жауап берем, қара. Қараңдар. Қыспақ қалмаңыздар қазір. Қазір басқаша жауап бере салам мен. Нерматиме. Мен Нұрланды бір жағынан түсініп отырмын. Қазір айтам не үшін түсініп отқанымды, сен жалғастыр. Бұл тақырыбы жандай да мен үшінші. Жалпы айтып жатырмын. Мен үшін махаббат маңызды. Мен отбасы құруым керек. Менің жасым келіп қалды, 27-тем. Қазір Шұғыламен танысып жатырмыз. Бізде жақсы болып келе жатыр. Мен Шұғылаға ештеңе айтып жатқан жоқпын. Сен андайсың, мындайсың деп. Екеумізде бәрі жақсы болса, күшті. Яғни менің жанымда ешқандай қателік кетіп жатқан жоқ қой, қалай айтасыз соны? Не дейді? Мен бір нәрсені түсіндіріп көрейінші. Негізі сіз үшін бұл жақсы белгі ме? Яғни Нұрлан бұрын қарым-қатынаста болған қыз баласын ренжіткісі келмейді. Негізі бұл жақсы белгі ме? Әрине жақсы белгі екенін түсінемін. Яғни өзінің бұрынғы қызын сыйлап отырған адам кейін таңдауын да мені де сыйлайды деген сөз бар. Бірақ та сұраққа төтесінен жауап бергісі келмейді да, айналдырып алмаған. Шынымен де қазіргі уақытта точно ответ керек та, да или нет. Қараш, мен саған бүйтем, біз все үйленеміз деген сөзге сенесің бе сен? Сен болашақта не болатынын білесің бе негізінде? Мен білмеймін. Сол себепті мен саған нақты жауап бермеймін. Ал жарайды, дәл қазіргі уақытта махаббат па әлде бизнес па? Шынымен де өзің айтпақшы. Осыған точно жауап берші. Қиын. Егер де қазір махаббатты таңдайтын болса, Нұрлан қазір отыр. Неғып естейсің? Жоқ, сенде сен қазір маған ультиматум қойып тұрсың, иә? Жоқ, сен айтып махаббат либо бизнес. Осы мен қойдым, оны манипуляция жасап керек жоқ қызы балаға. Тоқта, әсел. Сен қандай сұрақ қойсаң да, қандай сұрақ қойса да, ол басқаша да жауап беруге болатын еді. Неге сен қазір маған ультиматум қойып отырсың? Мен сұрақтың махаббат әлде бизнес деген ультиматум ол? Жоқ, мен жауабын білгім келіп жатыр. Жоқ, қара, Нұрлан, қара, ультиматум деген, мен саған бірдеңе түсіндірейін. Ультиматум деген былай, не қазір мені таңдайсың да, бизнесіңі бітті, қазір хабарласасың да Назгүлге, бітті, енді сенімен хабарласпайым деп айтасың. Немесе мен мына жерден кетем деген, ол ультиматум. Ал Шұғыланың сұрап тұрғаны, яғни приоритетте қайсысы, яғни қайсы жоғарырақ? Сөз астары сол ғой, қазір сен махаббаттан айтын болсаң, екеуміз бірге еттік. Бизнестен айтын болсаң, маған режиме. Өз аяғымен келдім, өз аяғымен кетем деген әңгімесі бар ғой. Мен де сол мида сол қалып қалды. Бірақ әлі ультиматумға дейін жеткен жоқ. Қалайсың ба? Мен сен кеткен қаласам, мен сен бағана бүйтіп отыратын бейт. Мен бүйтші, оз білетші, ол мен де қырсық екен білет, ол өзі де қырсық екен біліп тұрсың ғой сен. Екеуміздің мінезіміз бірдей-ақ негізінде. Мен айтқам, негізі компромиске келуге болады андай. Бірақ компромиске келудің жолы бейт. Манипуляциямен, провокациямен бүйтіп шұқлап компромистің күшті жолын білем мен. Шұқлап барып, ашылаған кезде сабырмен сөйлесем, мен жынды болып қаламын жерде. Негізі бар ғой, әр берік отбасының бір құпиясы бар. Яғни өмір деген, сондай компромиске келіп үйрену керек. Бүгін сен кінәлісің, ертең сенің әйеліңдікі дұрыс деген сияқты. Мен білемін что. Ол өзі андай әйел адамдар көп. Неге бар? Жаңа Шұғыла айтып жатсың ғой, махаббат па әлде қазіргі ситуацияда махаббат па деп тұрсың ғой. Енді сен Нұрланға қойып тұрсың ғой. Енді жалпы таныстықтарына қанша күн болды сендердің? Бір апта болды. Сенікі махаббат па қазір шынайы? Прям осы бір апта, 2 апта, 3 аптада уже бәрі күшті болып кетеді деп ойлайсың ба? Бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін. Вот именно көрдің ба? Екеуі осы сұрақты бір-біріне қойыңдар да. Махаббат па деп бір-біріне қойсаңдар, сенікі махаббат па? Енді ақша болмаса махаббат та болмайды ғой, ертең қалай асырайды мысалы да?
болашағын ойлап тұрып бұл просто сөзден қашып жатқан жоқ. Нұрлан былай жауап беріп тұр. Махаббат па, приоритет қойып тұрсыз ба дегенге айтып жатыр. Мен мына жақта кәсібін тастап кете алмаймын. Бағым қағуым керек. Ертең тамағым бар, жейтін ішетін наным бар. Мақұл деп бизнесін тастап күні бойы сенің қасында саған көңіл деп жүретін болса, ертең шығады ғой уже қыздан да жаймен. Маған анау керек, мынау қажет, содан кейін болды уже махаббат жолда қалады. Сол үшін қазіргі заманда, бұрынғы заман емес, қазіргі заманда екеуін бірдей ұстау керек. Иә, ер адам бәрін ойлау керек, дұрыс айтасың. Мысалға қазір сен мен үшін приоритетсің, Шұғыла, ана жақ маңызды емес деп, сосын ана жақ ренжіп қалып, бизнестары құлдырап кетіп жатса, бұл болашағын ойлап тұр да, не болады ары қарай деп. Бірақ меніңше, оны да қатты ойлап тұрған жоқ сияқты, бұл адамның көңілін ойлап тұр. Яғни сенің де көңіліңді қимай тұр, Назгүлдің де көңілін қимай тұр. Ақша, өмірдің бәрі ақша. Туыс жоқ, бауыр жоқ. Жақсы белгі ғой, Шұғыла, қараңызшы, егер Нұрлан отырып, сен күштісің, мен сені ұнатам, Назгүл болды, енді сториске жариялаушы болма, енді жолама, енді бүйтпе деп мысалға. Маған мүлдем маңызды емес Назгүл деп айтып тастауы да мүмкін еді, иә, басқа ер азамат болса. Бірақ енді ана жақта, экран ар жағында отырған қыздың көңілін ойлап отырғаны меніңше өте жақсы белгі. Ертең мысалға сіздердің де араларыңызда бәрі дұрыс емес болып екі жаққа кетіп қалсаңыздар, сізді ешқашан жамандамайды Нұрлан. Ешкімге, яғни сіздің көңіліңізді үнемі ойлап жүретін болады. Және сізге Алла сақтасын, бір жерде қандай да бір көмек керек болып қалып жатса, Нұрлан сізге барады, басқа қарым-қатынасы болса да, ол сізге көмекке барады, түсінесіз бе? Сондықтан бұл жерінде, яғни астын сызып ойланып көріңіздер. Әзірге мен сіздерден ешқандай шешім алмай қояйыншы, иә, сіздерге уақыт керек сияқты, тағы да бұл мәселені талқылау керек сияқты. Сондықтан мен шешім алмаймын, ал Нұрланның сыйлығы бар деп естіп жатырмын, соны студияға алдырсақ. Сен жаңа Нұрлан бүйтіп жатсың ғой, әңгімені осыдан бастау керек еді деп. Мен саған айтар едім, бүгінгі жалпы ортаға шығуларыңды осыдан бастау керек еді. Сол кезде әңгіме басқаша болатын еді меніңше. Бұндай болып кетті ойлаған жоқпын. Бұл гүл шоқтар саған. Қандай әдемі. Қош иісті әдемі. Одан кейін бұл тақырып қозғалмай шығар енді, надеюсь. Сосын бір айта кетерім бар негізі. Не болды? Гүл бермей тұрып айту керек негізі. Гүл бермей Жалпы тұрып. бүгін негізі мен кешке Назгүлмен жолығам, видео түсіремін мен. Мен ашығын айтып жатырмын мен. Маған оны жүргізу керек бәрібір. Мен амал жоқ енді. Ақша табу керек. Сосын мен саған сыйлығым бар. Бірге алып барасың ба расымен де? Алып бара аласың ба? Мә, қыздар шу ете қалды мына жерде. Бірге барып таныстырып, егер де міне көзімен көрсе, араларында ештеңе жоқ, тек қана жұмыс істесе, онда күшті болады. Отыра тұр. Қыздар қырылып кетті. Қарсы емеспін. Шұғыла қарсы емес екен, міне. Нұрлан? Сыйлығым туралы дейін бе? Жалпы мен айылын айта кеттім, бизнес аштым деп. Жігіт бар ғой, мына жылдар бойы күшті өскен кәдімгідей. Манипуляция құралдарын үйренген, сұрақтан әдемі қашуды үйренген. Жарайсың. Сол мен берейін деп жатқам, сол өзімнің алдында айтып жүрген қымызым бар осылай. Айғыр. Аса бал қымызым. Соны шолаға беріп, дәм татып, мен алдында бірінші күні кездескен кезде де бергем, кәдімгі дәмі ұнапты, күшті. Я ұнады. Содан қайттым. Апа құрты бар еще менде. Сол бәрі саған. Ішіне салып бер қайтып енді. Қатты ашуланған кезде ішіп алсаң, кәдімгі көмектеседі бұл. Солай ма? Онда эфирге шықпас бұрын беру керек еді бұл дүниелерді, иә, эфир сыртында. Сол кезде бәлкім күшті көңіл күймен шығатын беді. Жарайды, Шұғыла қарсы емес. Нұрлан әлізерге жауап бере алмай жатыр. Жауабын алайықшы. Алайық, эфирде алайық па жауабын? Нұрлан. Ұстап тұра берсең. Жоқ, қоя сал. Ештеңе етпейді. Ұстап тұра берем. Сен маған сұрағыма жауап берші. Күл алып Құтқарайын ба? Құтқарайын ба сені? Негізде? Просто андай да. Қиын жағдай болып қалды. Екі ортада мен күйіп кететін сияқтымын қазір. Жалпы, егер баратын болып жатсам, 10 минут жанында болып, өзінің аузынан сөздерін естігім келіп тұр да. Неге шынымен де менікі де мүмкін дұрыс болмаған шығар эфирде айтқаным, иә, Назгүл осындай жолдау деп.
ал егер бірге отырып сөйлесіп ол маған өзінікін айтса иә мысалға шынымен де менің ешқандай ойым жоқ, осындай ол ақталуға міндетті емес, бірақ чисто қыздың қалай айтсам қызды қыз түсіну керек қой. Просто солай Мен ғана. оны түсінуге тырысайын, ол мені түсінуге тырыссын дейсің ғой. Бірақ ауыз сөз. Негізі Назгүл ақылды қыз. Иә, бәлкім сен айтып жатқандай болуы мүмкін. Яғни отырып екеуі әдемі сөйлесуі де мүмкін. Бір-бірін жақтырмай қалуы да мүмкін. Былай жасайық. айтайын ба? Не болды? Міне өйстіп айтқан сөздерің маған көңіліме қонымды. Осылай сөйлейтін болса, мен әрине я деп айтамын. О, демек алып барасың шұғыланы. Иә, егер егер өзі қалап шынымен де көзім жеткіземейтін болса, өз еркі. Мен қазір оны қинап апара алмаймын. Егер қалайтын болса ғана, шынымен де жүр бірге. Шұғыла қалайды және түсіндірді не үшін қалайтын. Жарайды. Онда барыңыздар. Бүгін кешке ғой, бұйыртса бүгін кешке Ауысып кетпесе Назгүлмен датасқа. Шұғыланың кездесу әбден болып қалуы мүмкін. Оның нәтижесін кейін білетін боламыз. Ал әзірге Шұғыла сізді шығарып салайық. Көп рахмет. Сыйлығыңызды ұмытпаңыз.